Так, баршамызға сәлеметсіздер ма? Бүгін енді мынау антилипидный чай туралы сұрақ келген екен. Толығырақ түсіндіріңізші дегендей жаңағы. Оны қалай ішуге болады, қай уақытта ішуге болады деп. Енді бұл антилипидный чайды заваривать етіп суға, бокалға, мынау пакеттерін мына жерден ашасыздар, мынау бумажный ғой, көріп тұрсыздар ғой, сырты бумажный. Ішінде деген өзінің бұл енді проницаемый жағы несі бар, тоже бумажный пакетик бар, и оның құрамында не бар екен қазір бәрін түсіндіріп, міне весі осыншадан, енді толық уже дайын өнім. Бұл деген технологиясы, бұл шайдың енді зря золотая медаль бермейтін шығар, өте распространенный, өте танымалы, жер бетіндегі ең керемет шайлардың бірі деп саналады. Енді емдік қасиетіне қарағанда да, медицина жағынан былай қарайтын болатын болсақ, бұл деген ең кереметі. Бұл тағы теңден шайымыз бар, оны печеночный дейміз, немесе жаңағы для похудения деген танымалы тоже тағы бір түрі бар. Енді бұны антилипидный или чай теңші дегені жаңағы липиды дейді ғой, қанның құрамын реттейді дейміз біздер. Бірақ бірінші любой өнімді алатын болатын болсақ, мына суға деген бокалға заваривать етсек те, или литрлік бір айтып жатырмыз ғой, бір ыстық кезінде ішуге болады, жылы кезінде ішуге болады, мұздай кезінде ішуге болмайды, потому что ол не раздражать етеді, слизистая жаңағы желудыққа қараймыз ғой, бұл баратын жері асқазан, өтеді асқазанға. Сол асқазаннан кейін ол қанға барады. Бірінші асқазанға барады. Енді мынау натощак ішіңіздер деп мен барлықтарына айтамын. Сосын деген шөбінмен бірге ішіңіздер дегендеріміз, шөптің ол қатты не қылмайды ма, жаңағы не ішектерімізге деген бір жеріне тұрып қалып, бір жерін құртып жүрмейді ме деген сұрақ келіп жатыр. Жоқ, абсолютно. Дело в том, что технология дегеніміз единственный чай, бұның құрамында 6 түрі бар. Жаңағы көк шайдың 6 түрі болады. Енді олар лечебный, элитный дейміз ғой, енді әрбір граммы деген бірнеше $100 тұратын. Енді оның барлығын біз көргеннен кейін енді айтып отқаным. На самом деле это неоценимый чай екен по лечебным качествам. Енді соны айтайық. 6 түрі болады, и 5 түрі жаңағы шөптерден. Короче, сол вытяжкасын, шайдың вытяжкасын, енді не деген килограммдап алынған сырьоны, соны вытяжка жасайды, под давлением, холодный выжимка дейді, сосын оны под давлением, ана шөптерді ыдыратады, майда-майда қылады, такие размеры, тоже технологияға байланысты размерлерінде мынау адамның жаңа ағзасына сіңетін, особенно асқазан, бірінші енді баратын жаңағы мүшеміз ол асқазан ғой, сол асқазанға барғанда соның барлығы деген распределяция етеді и дұрыс емдік процеске кіріседі. Ана шөптерді, кейбіреулер деген шөптер бар ғой ішінде дегенде, ол шөптер микроскопический жаңа порошок ретінде, ол деген тез сіңетін, жаңағы скорая помощь дейміз ғой, біздің деген мынау антилипидный чайымыз, это как гемодездей дейміз ғой, баяғыда деген ана капельницалар болады ғой, болатын еді ғой, соған қарай соны жасалынған, потому что біздің скорая помощьіміз осы чай. И еще раз говорю, бұл бірінші золотая медаль осы кальцийдан кейін осы шайға берілген. Уже неше жыл, 30 жылдан асып баратыр. Енді қазіргі заманда, енді другой вопрос, енді мен врач болғаннан кейін айтарым, асқазандарымыз, біреулері сезінеді асқазаным ауыратын, біреулері сезінбейді асқазаным ауыратын, бірақ это не говорит о том, что асқазаны жақсы, понимаете қалай? Қазір енді научно доказано, что асқазандарымыз 80%-ке, только задумайтесь, 80%-ке асқазандарымыз бұрынғыдай жұмыс істемей қалған. Оның ішінде деген жағы өзі 3 қабаттан тұрады. Особенно шырышты қабатысы бізге ең керегі, шырышты қабатысы, то есть слизистая дейміз ғой. Благодаря функциональный слойына қарай, олар өзі де бөлінеді, отделдерге бөлінеді. Әрбір отделінде асқазанның 4 отделы бар. Сол отделдеріне әрқайсында өзінің клеткалары орналасқан. Соляная кислота, распределение клеток с соляной кислотой. Соляная кислота не очень керек, ол создает кислую среду. Кислая среда, во-первых, голову ударяет то, что
микробтар, жағымсыз заттар бар ма? Жеп қоямыз ғой иногда, отравиться етпей қалады адам деген. Почему? Из-за соляной кислоты. Если соляная кислота вырабатывается хорошо, правильно, то ешқандай интоксикация, жаңағы отравление адамның организмде болмайды. А қанша адамдар деген отравляться етеді. Не себептен? Видимо, эти клетки уже не функционируют. Мен жаңа айтқандай 80% гастриті бар. Просто гастрит дейді біздерде. Түрлерін айтады, эрозивный түрлерін айтады, расположениесін айтады. Енді біздің жаңағы лабораторияға барғанда, ФГС-ке барғанда айтады, соны. Және әрі кетсе язвенные дейді, язваларын айтады. А вот именно то, что происходит на самом деле, жаңағы со слизистой оболочкой, енді тереңдеу қарайтын болатын болсақ, жаңағы складкалардың арасында, бүртіктердің арасында как бы, да, что происходит? Именно осы чай соны расправлять етеді. Біріншіден расслабление болады да, анау жыл бойы тырысып қалған жерлері расправляться етпесе, ол емделмейді. Даже ол жерге мынау дәрілер де кіре алмайды. Енді годами жатып қалған сондай процесстер болады. Сосын деген жаңа факторлар дейді, микробный факторлар әртүрлі болады ғой тоже, вирустар да жатады, грибоктар да жатады асқазанда. Сосын деген жаңағы бізде жаңағы бактериальная флорасын білесіздер, язваны келтіретін, олардың да барлығы сол жатып қалады сол жерде. И оны қанша емдесе де емі жүрмейді. Сол обычный элементарный гастриттерді емдей алмайды. Сонда мынау шай не істейді? Шайды деген жылы кезінде ішсек расправлять етеді. Жаңағы стрессовый жерде жатқан, годами тұрған жағы нелері, клеткаларын барлығын деген өз қалпына келтіріп, сонда сол жерге осы шайдың арқасында жағы не істейді? Қан тамырлары өз қалпына келіп, чувствительность 80%-тен бірінші 50%-ке дейін түсіреді. Ощущение болады, ой, как будто тяжесть, ой, асқазаным ауырып қалып жатыр, жақпай жатыр мына шайларың дегені, бұл өте жақсы дейміз. Жағып жатыр, вот именно сізде проблема бар. Жоқ, менде проблема болмаған дейді. Асқазаным менде деген УЗИ-ға барып жатырмын, анау несін зондты глотать етемін, фиброгастроскопияларын, скопияларын әртүрлерін мен өткенмін, асқазаным менде чистый, әдемі, енді там чуть-чуть что-то дейді. Вы понимаете, бұл эффект, біздің мынау результат, емдік қасиеті именно идет вглубже. Бізде деген слизистаядан, шышты қабатындан жаңа клеткалар бар ма? Генетический өзгерістерін клеткаларын даже өз қалпына келтіретін осы біздің өнімдеріміз, осы шай. Біреуін өзі шай болады. Сосын деген дальше идет қанның несіне барады, нерв окончаниялары болады. Вот солардың бәрін тоже осы өзінің осы составыменен где-то 400-дей активный веществолар бар осы шайдың ішінде. Соларды уже начинает лечить. Натурально начинают лечить. Вы понимаете? Если сосуды там повреждены или там образование идет тромбов, қан сгущается, қан теряет тоже свои антиоксидантные свойства дейді. Она соляная кислота пропускает, ее мало, пропускает, значит, микробы в кровь идут. От крови вокруг нее располагаются лимфоузлы. Лимфоузлы начинают возбуждаться. Иммунная система сюда нагнетает огромное количество иммунокиллеров. Иммунный комплекстер келе бастайды. Көрдіңіздер ме? Бұл процесстер өте күрделі болады уже асқазанның өзі. Мен енді білмеймін, 80% емес, одан да жоғары шығар енді адамдардың сезбейтіні. Асқазан сезбейді дейді. Ол не себептен? Шырышты қабатынан ба? Вот теперь вопрос. Или же это тағамдан ба? Жеп тамақтарымыздан ба? Не себептен сезбейді біздің асқазанымыз? Нет чутья, нет нюха к тому, что он принимает, и ыдырату процесстері соған қарай, растворять ететін процесстері, сіңдіру процесстері соған қарай төмендейді. Соның барлығын исправлять ететін именно осы чай тиньши. Қан тамырлары, стенка сосудов дейміз ғой. Атеросклерозирование болмайды, если мы будем чаще пить этот чай. Енді қанға сіңгеннен ол барлық жақтарымызға барады. Біріншіден бауырымызға барады. Ұйқы безіне қайталап айналып келіп асқазанымызға келеді. Әрі кетеді шөбімен болса, әрі кетеді кишечникке. Кишечниктің флорасы кислая флорадан
нейтральная, сосын деген щелочная средаға өтіп кетеді. Соның барлығына сәйкес келетін золотой медаль алған осы чай. Әр бөлек отделдеріне өзгеше дәрі береді біздің деген гастроэнтерологтар. Ол қажеті жоқ. Осы шайдың өзі аяғына дейін, көтенге дейін барып, жаңағы прямая кишкаға дейін барса, сол жердегі варикозный расширение, то есть внутренний геморрой болсын, наружный геморрой болсын, расширение жағы, кеңейіп кеткен полиптер, әртүрлі онкологический жаңағы әкелтіретін клеткалар пайда болатын болса, осының барын жоятын осы чай тиньши. Мен енді мына жаңадан келген адамдарға бөлекше осыны айтып отқаным. Бұл және қанға сіңгеннен кейін қанның құрамын реттейді. Антиоксидант болғанда жағымсыз заттарды жаңағы растворяция етіп, осы шайдың деген растворимая часть болады. Жаңағы сіңетін и нерастворяемая часть деген нерастворимая часть, ол деген ішектермен кетеді, тезек болып кетеді. Ол тезектің да сасықтары, жаңағы анау микробтарын, жаңағы анау гнилостная флора дейді. Ол қазір адамдарда өте көп болып жатыр, потому что тамақтарымыз растительность болмағаннан кейін гнилостная инфекция жоғары болып, иістері де жағымсыз болып, іштері қатып, ана жабысып, камни образоваться етіп, даже анау слизь шығатын сілекейлері қатып қалатын болған. Оның барлығы не себептен? Сол перистальтика, микроорганизмдер, біздердің өзіміздің микробиот дейді, микрофлорамыз деген өзгергеннен кейін, ол да себебі неде деп көп адамдар сұрайды. Себебі енді көп. Соның өзі бәрібір пищеварение зависит от того, что мы кушаем. Качество еді дейді ғой, тағамнан байланысты. Тағам өзгерген абсолютно. Ол химический составтары да, вообще сапасы да өзгерген. Көбесе жемейтін заттарды жейміз, жеп қоямыз, ішпейтін нәрселерді ішеміз. Олар деген жаңағы ыдырамайды, печень оларды воспринимать ете алмайды. Ана микробтар оларды не распознает. Сонымен олар деген қанмен жүре береді. Содан кейін бір жерге деген әйтеуір осы өнімдердің арқасында обеззараживать етіп, обезвреживать етіп, сол нормальный микрофлораны өсіргіземіз. Міне шайдың өзінің қасиеті қандай. Енді қанға кіргеннен кейін ол қанның өзінің тамырлары бар емес пе? Көк тамыр, қызыл тамырлары, үлкен, кіші дегендей, соның барлығын стенкаларын тазалайды. Осы шай. Вязкость крови дейді бізде, неде, медицинада, соларын деген реттейді. Қойыланып бара жатқан процестердің бәрін ыдыратады. Тромбоз болмайды. Тромбоциттер деген оживляция етіп, басқа функцияларын жасайды. Тромб образоваться етпеу үшін. Көріп жатсыздар ғой, қандай не атеросклеротический бляшки дейді, анау қақ ретінде қатты тастар жатып, анау қан тамырлардың шырышты қабатысында, эндотелиинда. И содан кейін образуются атеросклеротические бляшки, которые приводят к инсульту, которые приводят к инфаркту, которые приводят к тромбоэмболии. Тромб деген вырывается, и бәрібір сол жүрген жерінде деген закупорка болып, сердце деген инфаркт болады, мида деген инсульт болады. Соның барлығын мынау антилипидный дегені міне енді осы шығып жатыр. Миымызға жаңағы внутричерепное давление болып, ұйықтай алмай жүрген адамдар, память плохая. Неден байланысты? Конечно же, сол жеген асқазанымыз не болып жатыр? Асқазанымыз не істеді оны? Ыдыратты ма, ыдыратпады ма тағамымызды? Жаңағы керекті нәрселерімізді, кальций, микро-макроэлементтер, ақуыздарымызды, жаңағы холестеринді басатын факторлердің барлығын сіңдірді ма, сіңдірмеді ма? Сіңдірмейді. Чаще всего сіңдіре алмайды, потому что 7%, еще раз повторюсь, чувствительность желудка, слизистой желудка на 80% уменьшена дейді. Көріп жатсыздар ма? Сонда сезбейді асқазанымыз. Не жеп жатқанын, не ішіп жатқанын сезбейді. Сонда ар жағы не болады ар жағы? Соның барлығын реттейтін достар осы мынау антилипидный чай. Мына 40 пакеті бар, ішінде әрқайсының өзінің дозировкасы бар, жеткілікті. Сонда деген қазір ораза кезінде даже 3-4-ден ішіп жіберіңдер, 50 грамдап іше беріңіздер дейді ғой.
дейміз ғой, не себептен емдік қасиетін жоғарылатыңыздар деп жатырмыз. Потому что енді почти 12 сағаттай тамақ жемегеннен кейін микробтар көтеріле бастайды. Иммундық комплекстер жұмыс қатты қазір жасап жатыр. Потому что бізде инфекция өте көп. Өте көп инфекция. Потому что иммунитетімізді да отырғызып қойғанбыз. Жан жағымызда деген сол жаңағы иммунитетке байланысты ана жерден мына жерден әр нәрсе шығып жатыр, иммунитет төмен болатын болса. Сол үшін деген достар, мынау шайды өзгеше қылып ішіңіздер. Ұсынамыз барлық адамдарға, түк болмаса да даже осы шайды ішіп, бала болсын, енді туылған балаға да соны береміз. Потому что сондай процесстер туылған баладан басталады. Оны сол уақытта деген кальциймен бірге емдемесек, ар жағы енді күшейіп, әртүрлі жағымсыз, керек емес процестерге өтеді.